Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай шоколад қосылған пирог жасап үйренеміз. Ол үшін барлық заттарымызды алдын ала дайындап аламыз. Барлық затымыз бөлме температурасында болған абзал. Жұмыртқамыз бен қантымызды миксердің көмегімен ақ болғанша көпіртіп аламыз. Енді біз ұнымызға разрыхительді какаоны қосып, електен өткіземіз. Қант пен жұмыртқамызға біз еріген шоколадымызды құямыз. Мен водяной баняда ерітіп алдым. Жақсылап араластырамыз. Енді жаңа електен өткен ұнымыз, какао, разрыхитель шөн қосамыз. Бірден бәрін қоспаймыз, шет-шетінен қосып отырып жасаймыз. Егер менің каналым сіздерге ұнап жатқан болса, маған тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қажетті мөлшерлерді описанияға жазып өтемін. Міне бізде осындай тесто шықты. Мен 24 диаметрге жасадым. 20-22 диаметрге жасасаңыздар, өте биік болып шығады. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Формадан шығармас бұрын әбден суытып аламыз. Шет-шетін кесіп, формадан шығарамыз. Бетіне мен сливкимен шоколадты қосып, ерігенше газға қойып алдым. Біздің шоколадымыз толықтай еріді. Пирогымыздың үстіне құйып, барлық бөліктеріне жайып шықтым. Әсемдеу жағы өз еріктеріңізде. Бұл шоколадный пирог болғандықтан ішіне де сыртына да шоколад қолданылды. Енді ары қарай әсемдеу жағы өз еріктеріңізде. Мен арахисті майдалап бетіне сеуіп шықтым. Міне бізде осындай әдемі пирог шықты. Дәмі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде менің рецептімді жасап көріңіздер. Күнделікті үйге жегенге, дастарханға қойғанға өте әдемі көрінеді. Іші өте супер влажный деп айтуға да болады. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айдана.